Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздерді өз каналымда көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін сіздерге анам үйреткен балық фаршынан жасалатын ерекше ыстық тағам түрін жасап көрсетемін. Мұндай асты әзірлеп көрген жоқсыздар деп ойлаймын, сондықтан видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге жасап көріңіздер. Лайк басып каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды да ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамыр дайындап аламыз. Ол үшін салқын суға тұз салып, жақсылап араластырамыз. Адасқа ұн саламыз. Мен 1-1 кг фарштан жасайтын болғандықтан 1 кг ұн салдым. Сіздер жарты килограмм фарш, жарты килограмм ұн қолдансаңыздар болады. Оның үстіне күнбағыс майын құямыз. Жаңаға тұзды суымызды біртіндеп құя отырып, қатты қамыр илейміз. Суды міндетті түрде біртіндеп аз-аздан құйыңыздар, себебі бірден құятын болсаңыздар, қамыр жұмсақ болып кетеді. Не осындай қатты қамыр шықты. 15-20 минутқа тындырып қоямыз. Енді салмасын жасаймыз. Ол үшін пиязды үккіштің үлкен тор көзінен өткізіп аламыз. Немесе ет тартқыштан да өткізіп алуға болады. Осының үстіне балық фаршын саламыз. Бөлек ыдысқа картопты үккіштің үлкен тор көзінен өткізіп аламыз. Енді осының артық сұйықтығын қысып, жаңаға фаршқа саламыз. Үстіне дәміне қарай тұз, қара бұрыш саламыз. Және қолмен жақсылап араластырамыз. Барлық ингредиенттер бірігуі қажет. Міне фаршымыз дайын. Мен 1 кг қамырды осылай 2-ге бөліп аламын. Сіздер тек жартысынан ғана жасасаңыздар да болады. Мен 1-1 кг-нан жасап, жартысын пісіріп, жартысын мұздатқышқа салып қойдым. Жақсылап әдемі жайма жаямыз. 1 кг ұннан және 1 кг балық фаршынан шамамен 50-ге жуық конвертик шығады. Жайманың қалыңдығы мантыға жасаған жайма сияқты болу қажет. Енді осы жайманы шаршыларға бөліп шығамыз. Әр шаршының өлшемі шамамен 9 см. Не осындай жұқалықта болады. Енді әрбіреуіне жаңаға балық фаршын салып шығамыз.
Ендігі кезекте әрқайсысын осы видеода көрсетілгендей етіп түйіп шығамыз. Жақсылап түйу қажет, себебі қазір майға қуырған кезде май шашырамас үшін. Төрт жағында әдемілеп, жақсылап бекіту қажет. Осылай тақтайға тізе береміз. Қызып тұрған майымызға осылай бір-бірден салып қуырып алу қажет. Әдемі болып сарғайғанша қуырасыздар. Бір жақ беті қызарған соң, екінші жақ бетін аударып, оны да жақсылап қуырып аласыздар. Екі жағында қуырып болған соң, ыдысқа салып, жеке қоя тұрасыздар. Енді асымызға дәм беру үшін пиязды орташа қылып турап аламыз. Сәбізді үкіштің орташа тор көзінен өткізіп алу қажет. Және осыларды жаңағы конвертиктерді қуырған майымызға салып, жақсылап қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Енді конвертиктерді осылай бір-бірден жақсылап орналастырамыз. Шамамен 25 конвертик шықты. Енді осының үстіне қайнап тұрған су қою қажет. Суық құймаңыздар, бір-біріне жабысып қалады. Осынша мөлшерде су құйып, бетін жауып, орташа отта пісіріп алу қажет. Біздің конвертиктер дайын болды, бір-біріне жабыспайды. Өте дәмді. Балық фаршынан тек қана котлет, запеканка ғана жасап қоймай, осындай дәмді тағам жасап көріңіздер. Менің каналымда бұдан да басқа ерекше тағам түрлері бар. Видео астында ссылкасын қалдырып кетемін. Видеоларды қарап шығып, сіздерге де әзірлеп көруге кеңес беремін. Міне барлығын көрсетіп жатырмын, жабыспайды бір-біріне. Қалауларыңызша соуспен де ұсынуға болады. Майонезге престен өткізілген сарымсақ қосу қажет. Міне өте жұмсақ, нәзік, дәмді тағам дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, достар. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Айзат.